Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның литосферасы. Яғни зерттеулер географиялық карталар мен мәліметтер базасында жүргізілетін болады. Яғни литосфера дегеніміз бәрімізге белгілі жердің қатты қабаты, таулары, жазықтар жатады. Литосфера дегеніміз не? Литосфера жердің қатты сыртқы қабаты. Ол жер қыртысы мен мантияның жоғарғы бөлігінен тұрады. Қалыңдығы 50-200 км аралығында өзгеріп тұрады. Литосфера тектоникалық тақталарға бөлінген. Яғни суретте көріп тұрғанымыздай жердің қабаттары тектоникалық. Оның ортасында бізде ядро, сосын мантия және жер қыртыстары бар, және оның үстінде ауа, атмосфера құрылыстары бар, суреттегідей. Келесі бізде Қазақстанның геологиялық құрылымына келетін болсақ, қазақ қалқаны ең көне геологиялық құрылым 2-5 миллиард жастан асқан. Ал оңтүстік батысында Тұран ойпаты мен Каспий маңы аймақтары, ал шығыс аймақтары Алтай мен Тарбағатай жүйелері, оңтүстік тауы Тянь-Шань тау жүйесінің солтүстік бөлігі. Қазақстанның геологиялық құрылымы. Келесі бізде негізгі зерттеу бағыттарына келетін болсақ, сейсмикалық зерттеулер жер қыртысының тереңдігін және құрылымын анықтау. Геохимиялық талдаулар ол жыныстарының құрамы мен жасын зерттеу, ал тектоникалық картаға түсіру литосфера тақталарының қозғалысын бақылау. Яғни негізгі зерттеу бағыттары бізде осы үш түрге бөлінеді. Сонымен қатар географиялық карталар жүйесіне келетін болсақ, қазіргі замандағы картографиялық әдістер Қазақстанның литосферасын зерттеуде жаңа технологиялар қолданылады. Мысалы, жер серіктік өлшеулер және мониторинг жүйелері, үш өлшемді геологиялық модельдеу және газ геоақпараттық жүйелер. Міне өзімізге белгілі, жер сілкінісі қайда болып жатқанының барлығы осы не арқылы зерттеулер арқылы жүріп отырады. Пайдалы қазбалардың орналасуына келетін болсақ, мысалы суреттегідей мұнай мен газ Каспий маңы және батыс Қазақстан облыстарында шоғырланған, металл кендері орталық және шығыс Қазақстанда мыс қорғасын мырыш орналасқан, ал көмір қоры Қарағанды, Екібастұзда орналасқан. Енді мәліметтер базасының құрылымына келетін болсақ, геологиялық мәліметтер жыныстардың түрі, жасы, құрамы туралы ақпарат, ал жаңағы базасының құрамында жаңағы жер сілкінісінің мониторинг және тереңдік зерттеулері, картографиялық ақпарат дегеніміз цифрлық карталар мен координаталар жүйесі. Келесі бізде зерттеулердің маңыздылығы 15+ зерттеу орталықтар. Қазақстан бойынша геологиялық институттар 500-ге жуық жылдық зерттеулер бар, 80% жаңағы аумақ қамтылған картаға түсірілген, теориялары толық зерттеліп шыққан. Мысалы, болашақ дамыту жоспарларына келетін болсақ, деректерді жаңарту, мәліметтер базасын үнемі толықтырып отыруымыз қажет. Сонымен қатар қорытындылай келе, бізде литосфера зерттеулері ел экономикасының негізі. Қазақстанның литосферасын зерттеу мемлекеттің экономикалық дамуы үшін өте маңызды. Пайдалы қазбаларды іздеу, табиғи апаттарды болжау және қоршаған ортаны қорғау барлығы геологиялық